Ауларың, тауларың мені бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім, бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім, айналайын, айналайын, аспаныңда ай болайын. Айналайын, айналайын, ай. Бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім, өшірген киелі өлген. Батырлар қорғаған жерің, еркіндік жайлаған елім. Ай, жаңа баттайда сабақта кешікпейді, шақырсайшы. Қазір шақырам. Абат, сабағыңа бар, кешігесің. Қойш, мам, бүгін бармай қойш. Қой болмайды. Кел жуынып шайынып, шайыңды ішті, сабағыңа бар. Саламатсыңдар ма, оқушылар? Отырыңдар. Бүгін сабағыңызда кім жоқ? Бүгін сабаққа Оразбек Абат келген жоқ. Кешігіп келетін шығар, апай, күтейік. Жарайды, күтейік. Сабағыңызды бастаймыз онда. Біз өткен сабақта қай тақырыпта өткен едік? Қайда жүрсің кешігіп? Ұйықтап қалыптың апай. 40 минуттық болатын сабақтың 25 минутына кешігіп келіп тұрсың. Бұл қылығың дұрыс па сенің? Жоқ апай, қайталанбайды. Енді қайталанса сабаққа кірмейсің, отыр жайғас. Дина, оятып жіберші. Сабағыма кешігіп келдің және ұйықтап отырсың. Енді сабағыма кірмей-ақ қой. Түсіндің ба? Сабаққа неге кешігіп келдің? Мама, о адам сабаққа бар деп жіберген. Бүгін не келейін деп ойлап отырмын. Абат, бұлай сабақтан қала бермесеңші. Онсыз да бізге қарағанда қанша тақырып қалып кеттің. Осылай жалғаса беретін болса, сыныптағы ең нашар оқушыға айналасың. Қойш та, сен де бастадың ба, мама жетпей жатыр еді. Кел бар. Қалай сабағың жақсы ма? Шаршамай келдің ба? Болады, қатты шаршаған жоқ. Балам, жаңа базарға бардым, саған киім алып келдім. Киіп көрші. Ой, мам, бұның бәрін не алады, кимеймін ғой. Неге кимейсің? Қойш, ұнамайды бұл. Балам, қашан жақсы атаға бересің сен, маған? Қашан жұрттың балдары ұқсап, мақтау естіресің маған? Жұрттың балдары ұқсап, жақсы киініп, сабағыңды қашан жақсы оқиды екенсің, балам? Қойш, мам, жұрттың әңгімесіне өмір сүрмеймін ғой. Ой, балам. Балам, ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің деген.
Ей, не болду сага, кырдийсың? Ана жақта класстастарымызбен топ ойнап жатыр ек, үлкен балдар келіп тобымызды суға теуіп тобымызды алып қойды. Кім олар? Қай жақта? Анау ескі мектептің алдында. Болыпты, сен үйге бара бер, қазір өзім сабағымды өтіп барамын. Келатыр анау. Сен ба Рамазанға айтып келген ағас? Иә, мен. Неге бір өзің келгенсің, жігіттеріңді ерте келмедің бе? Не, тақияңа тар болып тұрмады? Өздерінің кішкентай олар түсі алмайсыңдар ма? Ой, ұяты бар бола сөйледі. Тағы сендердің аттарыңа жамандап келетін болса, жақсы күтпеңді түсіндір ма? Ал, сәлем. Сәлем. Бүгін әдемі болып тұрсың. Баяғыда әдемі емеспін. Жоға, баяғыдан әдемісің. Жай стилің өзгерген. Кеше мама алып кетті. Білмеймін, ұнамай жатыр бізге. Жарасып тұр. Тек спорттық киімге үйреніп қалғансың ғой, оған да үйреніп кетесің. Үйренуім қиын болмаса. Саламатсыңдар ма оқушылар, отырыңдар. Сен тұр орныңнан. Алдыңғы сабағында не деген едің? Сабағыма кірмеді. Неге отырсың? Кешіріңіз апа. Бүгін басқаша киініп келіпсің. Өзгеретінің рас болса, бір жолға мүмкіндік берейік, я? Отыр орнына. Не болды саған? Кешегі балдар ғой, Не деді олар саған? неге ағаң айтасың деп тағы тиісті. Қайда олар? Мектептің алдында. Бір сабағымды оқып, ертең өзім сөйлесем. Сендер жай сөзге түсінбейсіңдер ау дейме? Иә, түсінеміз, түсіндір ал. Түріңе не болған балам? Ештеңке уайымдамай тұрмыз. Қалай уайымдамайым, қолының сау жерің қалмапты ғой. Ештеңке емес, тамақ бар ма? Қазір қолының киіміңді ауыстыр, тамақ. Аға, айттым ғой бармай-ақ қойыңызшы деп. Рамазан, уайымдама, менде бәрі дұрыс. Сіз қалайша жеңіліп қалдыңыз? Мен жеңілген жоқпын, олар жеңіл. Шүйге ұқсап жабылып жігіт еместер. Енді не істейміз? Полицияға айтамыз ба? Жоқ, олардың шаруасын өзім тындырамын. Сен бірақ мама ештеңке айтма. Мақұл, бірақ абайлаңыз. Жуыныңыз, тамақ жейік.
Саламатсызбы. Оразбек абатты бола ма? Директор агай шакырып жаткан edi. Саламатсың. Не болды деп сен не сұрау керек? Мына балдардың түріне не болды? Өздері қалай бірінші жетіскен. Міне сен үніңді осыншалық сабап тастапты ма? Мына балдар сен милицияға берсе не болатынын білесің бе? Сен түрмеден бір-ақ шығасың ғой. Кешірім сұра тез. Ағай, мен бұлардан кешірім сұрағанша мектептен шығып кете салдым. Қалай шығып кеткенін несі? Әке-шешеңді ертең менің атыма алып келетін. Кыргыз. Саламатсыз ағай. Ағай, бұл жерде абаттың түк күнәсі жоқ. Бұзақы балдарға өздері бірінші болып тиіскен. Сыныптасың үшін жаңа көріп отқаның дұрыс, бірақ болатын іс бол. Сабағына бара бер. Рамазан, Ау, отыр басыма. не болды? Тыныштық па? Қалаға оқуға кетіп баратым. Ауылдағы мектептен шығып үйдегілер сұраса білмеймін деп айтсам. Сабағымды оқиды. Бауырым, бері келші. Не шаруамен жүрсің біздің районда? Жұмыс іздеп жүрмін. Менде саған жақсы жұмыс бар. Жұмысың түк те ауыр емес. Қандай жұмыс ол? Біз берген адрес бойынша барасың, ақша аласың, соның 20%-ін саған береміз. Болды ма, басқа ештеңе жоқ па? Оны ертең азында шешеміз. Жақсы. Осы жерде жолығамыз. Nasıl ne yapıyorsun? Тыныш жерге бар. Bir жерге барамыз да. Саламатсыз ба? Кеміз отырмыз. Кім боласыз? Мен Оразбек абаттың мамасы едім. Балам 2 күннен бері үйге келмеді. 2 күн алдын олар осы жерде інісін ұрды төбелесіп бір-бірімен балдар қырылысқан екен, сонымен ұрсып үйіне қайтарып еді, ата-анамен келесің ертең деп. Жоқ, үйге бармады. Жарайды, онда сіз уайымдамаңыз. Біз тәрбие завучы бар, сынып жетекшісі бар, жаңа сыныптастары бар, бәрінен сұрастырып, іздестіріп сізге хабарын береміз. Сау болыңыз.
жерге сен барасың, өзіңе де түсінікті ғой, 20% сен алып отырасың, үй, машина дегендерден қиналмайсың. Біз ешкімнен жылатып ақшасын тартып алмаймыз, өздері береді. Үшін бауырым, сен сырт келіп едің, сен біраз өзгеруің керек қой, сен өз тосыңға біраз өзгертсең. Я Алла, ол қыздарыма хидаят бере көр. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
вот клиентің келе жатыр. Інім қалтаңнан шығаршы. Шығармасам ше? Шығаруға тиістің ғой. Шығаруға тиісті емеспін мен. Не үшін тиістің ғой? Тиісті емеспін. Шығарасың ба? Не керегі бар? Мен үшін керек. Әкел. Жарайсың, тастамасы жақсы. Кешке бір тема шығып тұр. Өте қауіпті жұмыс. Үйде тұрған машинаны мініп кете бер. Жалғыз өзім барам ба? Жалғыз өзім тұрасың. Алло. Барып келдің ба? Иә, бардым. Ол ірі тірлік. Бұдан кейін біз кездесеміз. Бұндай тірліктерге өзің барып келетін боласың. Жарайды. Мен сен бар деген жерге бардым, ал деген нәрсең алдын. Пакет бер, бұл не? Шұғыл ақпарат бойынша сіз күдікті ретінде бізбен бірге ішкі істер бөліміне барасыз. Берісіңіз. Оразбек Абат, нешінші жылғысың? 2002. Қай жерде туылғасың? Сарыағаш ауданында. Білімің қандай? Білімім орта. Бұрын сотты болғансың ба? Жоқ. Қасыңдағы балалар кімдер? Білмеймін, танымаймын. Бірге жүресіңдер, танымайсың ба? Жоқ, жұмысқа енді кірдім, әлі танып үлгермедім. Қанша уақыттан бері бұл іспен айналысып жатсың? Көп болған жоқ. Қарсыласпай дұрыстап жауап беріңіз. Дұрыс жауап берсеңіз, өзіңізге жеңілдік болады. Мен ештеңке айтпаймын да, ештеңке білмеймін. Жарайды, оны алдағы уақытта көре жатармыз. Мама. Абат, бұның не балам? Неге бізді тастап кеттің? Балам, жаңа мен инспектормен сөйлестім. Осыны ұйымдастырған кім екенін айтып берсең, босатады екен. Балам-ау, айтпасаң түрмеге қамаласың ғой, Алла сақтасын. Бірақ қарсыласқаның үшін 2 тәулік отырады екенсің. Балам, жасырмай бәрін айт. Неге інің екеумізді ойламайсың? Ертең інің де саған ұқсап кетсе, маған кім қарайды? Мен де сендердің келін түсіріп қызықтарыңды көргім келеді. Жарайды, 2 күннен кейін үйге қайтам, мама. Уәде берем. Алло. Қалай жағдайың? Жақсы өзің? Абат, сен ба? Иә. Дима. Ау. Осы күнге дейін Жанашыр адамдардың бірі сен болған екенсің. Кешір. Қайдасың? Сені көп адам іздеп жүр ғой. Қайда екенімді айта алмаймын. Бірақ бір адамға бару ойымда тұр. Содан соң менде барлық аяғыдай болады. Бізге ораласың ба? Иә, бізде бәрі жақсы болады.
иә балам, соншалықты қандай күнә жасап қойдың, қайғырып отырсың мешіттің алдында. Мен біріншіден анамды үйде жалғыз тастап кеттім. Ал екіншіден мектепте балдарына қоғамдық көрсетіп бұзықтық жасайтын. Енді балам, Алла Тағала өзінің кәләм шәрифінде келтіріп қойған. Ей адамдар, тек маған ғана құлшылық қылыңдар, серік қоспаңдар, және де әке-шешелеріңді жақсылап сыйлаңдар, әке-шешелеріңе қызмет қылыңдар деп келтірген аяттары бар. Сондықтан әке-шешені сыйлау керек болған. Әке-шешеден ешуақытта қарғыс алмай алғыс алу керек. Әке-шешені сыйласаң, өмірің берекетті, және де өмір жасың ұзақ болады. Енді мынау, ол жастық кезде білместік қылып, балдарға қоғамдық қылсам, солардан барып кешірім сұрап, Алла Тағала кешірімді, Алла Тағала құлдарын шыныменен тәубе қылып, жылап тұрып кешірім Алла Тағала кешіреді дейміз. Және де екі дүниенің сардары пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің мүбәрәк хадистерінде айтады: менің үмбеттерім сондай үмбеттер, олар бір-біріне тілмен де қолмен де зиян жеткізбейтін мұсылмандар деп айтып кеткен. Сондықтан адамзат адамдар бір-бірін сыйлау керек. Бұл 5 күн жалғанымен өтеді де кетеді. Сондықтан сол зұлым көрсеткен балаларынан барып кешірім сұрап, солардың кешірімін ал. Құдай қаласа Алла Тағала кешіреді. Жақсы аға, еңсесі түскенде сөздеріңізді ой салып, мен барып кешіріп тұрайын.